үй салығы бар ғой. Мысалға мен үй саламын, ұнамай қалды сатам. Соның салығы. Бұрын мысалға 1 жыл болды. Қазір 2 жылға көтерілді деп айтылғандай болды. Мен нақты білмеймін енді. Көтерілді ме, көтерілген жоқ па сол. Қаншалықты рас? 2 жылға көтерілді деді ме? Сол бойынша. Кәсіпкерлер Кәсіпкерлер емес, жекелер. үй сатқан кезде былай ғой, мысалға мындай нәрсе. Бұл жалпы үйді салып сатқан адам оценкасын көрсетіп, қаншаға шыққанын көрсетіп, үстінде мысалы қымбатқа сатып отырған болса, үстіндегі көрген пайдасынан төлейді. Егер қымбат емес, сол бағаға немесе арзанға сатып жүрген болса, ештеңе төлемейді. Соны түсіну керек. Көп ойлайды, сатып алып сатсам да, бір жерден ипотекаға алып сатсам да, сол оценканы апарып көрсете аламын деп, сол жерде оценка ол жерде рөл ойнамайды. Ол оценка қашан ойнайды? Өзіңіз салып сатсаңыз, салып кәдімгідей өзіңіз. Енді мына нәрсе 2 жыл қылып тастағаны, биылдан бастап алған, биыл алдыңыз, 2 жылдың ішінде сатып жіберсеңіз, онда сіз уже көрген пайдасынан салық төлейсіз. 10 миллионға алдыңыз да, үйді 11 миллионға сатып жіберсеңіз, 2 жылдың ішінде 1 миллионнан сол 10% 100 мың теңге төлейсіз. Егер 2 жылдың ішінде сатып жібермей, ары қарай уже 2 жыл 1 ай, уже 2 жыл 1 күн болса да, ары қарай сатсаңыз, онда салық төлемейсіз. Ал былтырғы 2025-те алып, енді 1 жыл жарымнан кейін сатып жіберсеңіз де салық төлемейсіз. 25-те алынғандар, олар 1 жылмен есептеледі сол.